Қайырлы күн достар, сіздермен 8 минутта табада пицца жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарамыз. Кейіннен венчиктің көмегімен немесе миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып алған соң 3 ас қасық майонез және де 4 ас қасық қаймақ саламыз. 7 ас қасық майонез немесе 7 ас қасық қаймақ салсаңыздар да болады, немесе араластырып осылайша салсаңыздар да дәмді шығады. Дәміне қарай шым-шым тұз салып, венчиктің көмегімен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз, және де 9 ас қасық ұн салатын боламыз. Заттардың мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл оңай рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Ұнымызды салып болдық, және де 1 шай қасық немесе жарты шай қасық қопсытқыш немесе ас содасын саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң табамызды қыздырамыз. Табамыздың асты өте баяу отта болуы қажет. Азырақ май жағып, тестамызды құятын боламыз. Осы тестадан менде 2 пицца шықты. Менің сковородкамның мөлшері 22 сантиметрлік. Егерде сіздікі үлкен болса, 1 пицца шығарсаңыздар болады. Және аздап кетчуп салып, осылайша жаямыз. Табамыздың асты міндетті түрде баяу отта болуы қажет. Өте баяуға қоясыздар. Кейін жағып болған соң алдын ала туралған колбасамызды, қызанақ болса қызанақ қоссаңыздар болады, және де үккіштен өткізілген сырымызды салып, бетін крышкасын жауып, баяу отта 8 минутта пісіріп алатын боламыз. Сегіз минут уақыт өтті. Мінекей пиццамыздың асты осылай қызарып бастайды. Сол кезде табамызды өшіріп, отымызды өшіріп, ыдысқа салып, бөліп балаларға бере берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сәресіне де жасасаңыздар, немесе таңғы асқа жасап ұсынсаңыздар болады. Ас болсын баршаңызға. Назарларыңызға.